Ұлттық гвардияның әскери қызметшілеріне электрондық үкімет порталының мүмкіндіктері туралы айтып берді. Халыққа қызмет көрсету орталығының мамандары ЕГОВ қызметін мыңдаған қазақстандықтар пайдаланатынын айтады. Бұл жағымды жаңалық. Өйткені ақпараттық технологиялардың көмегімен әр азамат қажетті құжаттарды үйден шықпай-ақ ала алады. Бұл кезекке тұруды едәуір азайтты. Семинар-тренинг, Октябрь ауданы әкімі аппаратының ұйымдастыруымен өткен семинар-тренинг президенттің сандық Қазақстан бағдарламасына негізделді. Ол электрондық қосымшаны жетілдіруге бағытталған. Әскери қызметшілерге осы қызметті пайдалану егжей-тегжейлі айтып түсіндірілді. Атап айтқанда, мекен жайлық пен сотталмағандық туралы анықтама алу және бизнесті тіркеуді жүзеге асыру ережелерінен ақпарат берілді. Сонымен қатар электрондық жүйе арқылы айыппұлды, салық, тұрғын үй төлемдерін төлеуге мүмкіндік бар. Осының барлығы онлайн түрінде жүзеге асады. Сондай-ақ электрондық цифрлық қолтаңба алу да көзделген. Тұтас айтқанда, электрондық үкімет веб-порталында адам онлайн жүзінде және электронды госпошлиналар оплата өткізу барлық құжаттарды рәсімдеуге болады. Ұйымдастырушылардың айтуынша, осындай семинар-тренингтер басқа да салалар арасында өткізіледі. Сейітқали Әшім, Бекзат Нұрмағамбетов, Роман Капулов, Сарыарқа телеарнасы. О возможностях портала электронного правительства рассказали военнослужащим Национальной гвардии. По словам представителей ЦОНа, за время работы ЕГОВ сайтом воспользовались тысячи казахстанцев. С помощью информационных технологий можно получать все услуги дистанционно. Во-первых, это экономия времени. Во-вторых, сокращение очередей в отделах ЦОН. В частности, многие знали, но это более-менее презентация идет здесь на сегодняшний момент, да, более глубоко раскрываются все порталы, которые предоставляются населению Казахстана. Военнослужащим пошагово разъяснили процесс получения той или иной услуги, будь то адресная справка, документ о несудимости, оформление и регистрация бизнеса, оплата коммунальных услуг, налогов, штрафов, причем в онлайн-режиме. Также на встрече объяснили, как получить электронную цифровую подпись. Электронная цифровая подпись – это выдается физическим и юридическим лицам. Физическое лицо приходит с оригиналом удостоверения личности, и заявка подается в специальный сайт, есть раздел НУЦ, Национальный удостоверяющий центр Республики Казахстан, но подтверждается она в ЦОНе. По словам организаторов, а это акимат города Караганды, подобные семинар-тренинги проведут для представителей разных сфер. Жанна Рапсбаева, Бекзат Нурмагамбетов, Роман Капулов, телеканал Сарыарка.